Сәлем қыздар. Егер де сіздер менің арнама алғашқы келіп тұрсаңыздар, менің есімім Шолпан болады. Бүгінгі шығарылымда мен сіздерге тоқып болған нәрселерімді көрсетпекпін. Алдарыңызда тұрған мынадай сары бас киім менің кішкентай қызыма арналған. Бұл ланосы жібінен тоқылды. Екі тіңмен бұл қылшығы бар. Бірақ өте жұмсақ, бірақ кішкене тоқу барысында қылшықтары бар. Бірақ жуғаннан кейін бұның қылшықтарының бәрі басылады, жойылады. Сол себепті мен кішкентай қызыма тоқуға ұйғардым бұл бас киімді. Себебі акрил жіптерінен тоққанда ешқандай да жылылық ұстамайды. Егер де жақындатып көрсетсем, сіздерге анық көрінеді. Мінекей. Егер де сіздер менің алдыңғы шығарылымдардың бірінде көрген болсаңыздар, үлкен қызыма тоқыған бас киім бар, көкшіл, сұрғылтты. Мінекей, көрініп тұр сіздерге. Бұны әлі мен жуған жоқпын. Жалпы мен бұл бас киімді 76 жіппен тоқыдым. Мынандайды қайтарылатын етіп. Бұл қайтарғанда да бас киімдердің өзінің қайтарылып бөлек тұратын жері болады. Қиықшасы да. Жалпы мен бұрын білмейтін едім, оны үйреніп алдым. Егер де сіздерге қызықты болса, бір шығарылымдарында көрсетемін. Содан соң екі қайратын етіп алдым басына. Алдым, мінекей мынадай болды. Бұрым әдісімен тоқыдым. Бұрымның өте көп түрлері бар, бірақ маған осы бұрымның түрі ұнады. Сосын арты мынадай болып тұрады. Артына 2 бұрым түсті. Алдына 3 бұрым түсті. Төбесін мынадай етіп әдемі етіп жинақтадым. Жалпы 5 бұрым кетті. Мінекей осындай қыздар. Егер де сіздерде сұрақ туындаса, жалпы бұған қанша жіп кетті деген, мен қалдық жіппен тоқылған бас киімді салдым, арасына салдым. Жалпы сіздерге түсінікті болу үшін қанша грамм жіп кеткенін қазір өлшеп жіберейін. Қыздар, тіпті 103 грамм жіп бар екен. Менде 100 грамм деп есептеп алғанмен 103 грамм жіп бар екен. Соның 58 граммын пайдаланған екен бас киім тоқуға. Қалған жіп менде 42 грамм жіптен, жетпесе үстіне тағы да қосам, бұдан сынып тоқуға болады. Оны алдағы шығарылымдардың бірінде көрсетемін. Келесі нәрсем, бұл сіздердің алдарыңызда жатқан мынадай жемпір. Мен оны кішкентай қызыма арнап тоқыдым, 5 жастағы. Өкінішке орай қараңғыда дұрыс көрінбей тұр түсі. Мен сіздерге бұны суретін анық көрсетемін. Қазір бұл қара алтын болып тұрды. Қара көк болып тұрды сіздерге қазір экранда. Мен бұны негізінде фиолеттің жемпірлерінен өзгешелігі, мен мына реглан әдісіндегі оң сызықтар бар ғой, мінекей. Соны мен жеңіне жібердім. Бұны бұл 2 сызықта менде пайдаланғаным. 2 сызық арқылы жасадым. Кейде әдетте бұны тікелей толығымен жеңге жіберем, кейде төменгі жағына жіберем, кеуде бөлігіне, кейде бір-бірден бөлетін едім. Бұл жолы мен жеңіне жібердім де, бірақ та сол сызықты оң әдісін ешқандай да мінекей айырған жоқпын. Мінекей сызық. Сіздерге көрінеді деп ойлаймын, қыздар. Мінекей сызығым. Содан соң ешқандай да тоқтаған жоқ. Мінекей қолтығының шамасынан тоқи бердім. Қолдың астында жеңге мінекей ең соңына дейін мінекей осы сызық сызылып шықты. Сіздерге көрінеді деп ойлаймын. Қызымның басына шақ келсе, әрине келмесе, осылай тұра береді мойнының сызығымен. Және де алдыңғы шығарылымдардан көрерсіздер, сіздер мінекей
пониді мен осыны алып кеудесіне жабыстырдым. Өте әдемі шықты. Қазір сіздерге алдарыңызда суретін көрсетемін, фотосы бар. Дұрыс жасамаған бір нәрсем болды. Мен алдыңғы шығарылымды көрген болсаңыздар, мен Ализе жібінен Ализе Ангора Голд Симлимен тағы да Ализе Лана Голд жібін екеуін араластырып мынадай бас киім тоқып жатырғанмын. Содан соң бұны 3,5 жіппен сыммен тоқыдым да, кешіріңіздер, 3,5 сыммен тоқыдым. Бірақ та бұл маған ұнамай қалды. Басына өте үлкен болып кетті, өлшеу барысында. Сол себепті мен бұны тарқатып тастадым, және жібімнің бас киімге ұнамай қалды, білмеймін. Содан соң бұны тарқатуға шешім қабылдадым. Содан соңғы тағы бір нәрсем қазірге көрсетемін. Қазіргі тоқып жатқан тағы бір процесім, бұл менде алдыңғы шығарылымдарда сіздерге айтқан алаша. Бұл менде ирандық жіптен тоқып жатырмын. Бұны мен 4-мен тоқып жатырмын. Қазірге көрсетейін. Мінекей. 4-мен мінекей. Ой, кешіріңіздер. Мінекей. 6-лық сыммен тоқып, 6-лық бізбен тоқып жатырмын. Мінекей, қараңыздар. Әдейі қалың етіп, қыздардың арасында ойыншық ойнаған кезде астарына төсеуге, себебі алдыңғы жасаған тоқым алашаларым 2-мен тоқылды, біреулері 3-мен тоқылды. Бұл жолы мен 4-мен тоқып, астарына әдейі қалыңдау етіп тоқыдым. Тоқып жатырмын, тоқу үстіндемін. Маған тоқу барысы ұнап жатыр. Менде соңғы қалған қалдық жіптер аралас бар, іштерінде ортасындағы сәбіз түстес жіп, одан кейінгі жасыл, ақшыл жасыл, мұнда сіздерге экранда көгілдір болып түсіп тұр. Одан кейінді сүт түсті, одан кейін розовый, қызғылтты. Қазір мен қолымда тағы да қалдық жіптері бар, алдымда. Соның барлығын пайдаланамын. Содан соң мен мына егер де сіздер тоқып жүрген қыздар болсаңыздар, сіздер көздеріңіз шалып қалды мына жерде. Мінекей, оранжевый жіптен кейін, сәбіз жіптен кейін жалғастырылып кеткен көк жіпті де ешқандай да жасырынбаған, мына жерден жиналмаған. Себебі мен мына жерге басқа бір нәрселер қоям деп ойладым да, сосын ешқандай да жасыра қойған жоқ. Мына жерде де солай бар, алдағыда да бар, мына жерде де. Осы жерлерге бір нәрсе қоямын деп ешқандай да жинақтаған жоқпын. Сонымен қыздар, егер де менің шығарылымым сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, жазылыңыздар арнама, өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. Әрине маған күннен күнге сіздердің қатарларыңыздың көбейіп кеткені қуаныш ұялатады көңіліме. Одан сайын шығармашылығымды шыңдай түсуге мені шабыттандырады. Сонымен қыздар, сау болыңыздар, пока-пока. Арнамда келесіде жүздескенше.